Мінге Дария өзіне бурлок жасап алды. Тағы не бар ішінде, болды ма? Иә, болды. Міне қараңыздар, бір стаканның ішінен қаншама нәрсе шықты. Мама, больше выки надо. Күшті, иә? Кстати, геолога несі ғой, қара. Наклейкаларды бүйтіп аласың. Сосын жаққа Аққыз, альхамдулилlah. Удархан уже аллергия появляется. Құшаға сәлем, достар! YouTube каналымызға қош келдіңіздер. Бүгін бізде өте қызықты челлендж болайын деп тұр. Мама, шарттарын түсіндіресіз? Сәлем, достар, қалдарыңыз қалай? Иә, бізде бүгін өте ерекше видео болайын деп тұр. Қазір мен Дархан мен Дарияға кез келген затты жасырамын. Демек, олар сол заттың бағасын білу керек. Ол тамақ болуы мүмкін. Тамақ? Зат болуы мүмкін. Неше түрлі заттар болуы мүмкін. Мысалы, ол зат 5 теңге тұрады делік. Дархан 100 теңге деп жазады. Ал Дария 350 теңге деп жазады. Демек, кімніңкі жақын? Дариянікі жақын. Сол жақын адам, сол бағаға жақынырақ адам затты ұтатын болады және өзіне қалдыратын болады. Жалпы шарт осындай. Ал бастаймыз ба? Кеттік. Ал достар, бізде бірінші зат осындай Орео. Мінекей. Оригинал. Иә. Енді қағазға жазасыңдар бағасын, и маған көрсетесіңдер, бір-бірлерін көрсетпейсіңдер. Бұның бағасы қанша болады екен? Кім қалай ойлайды? Мен маңында жүрген кезде. Сендер енді көп қойып жаза бер. Бірақ үлкен қып жазыңдар, цифраларыңды. Мен мынандай ше. Үлкен қып қойып жаза берсеңдер шынан үстіне. Қарамайды. Қарамайды. Ал 1, 2, 3. Ореоның негізі бағасы қанша тұратынын мінекей экранға шығып тұр. Ой, бұл, көрсет. 1, 2, 3 ал көрсетеміз. Дария 500 теңге деп ойлайды, Дархан 400 теңге деп ойлайды. Ал шын мәнінде бұның бағасы тұрады 1085 теңге. Мама? Иә. Онда кімше жақындырақ па? Сеніңкі жақындырақ, демек кім ұтады бұл ойында? Дария жеңді бұл жерде. 1085 па? 1085 теңге тұрады. Мен арнайы суретке түсіріп алдым бұлардың бағаларының барлығын. Өзім де ұмытып қалмас үшін. Қазір мен максимальный баға жазамын. Ал енді келесі. Мама, я думаю, что екеуміз де жақынымыз. Жоқ. Ал Дария, ол сеніңкі Орео. Дарияның Ореосы бұл. Ішінде қанша штук бар анандай? 101 алды. Ойбай. 6 ба? 6 мынандай бар екен ішінде. Тамаша. Я думаю, да, вообще 350. Жоқ. 450. Сендер енді көп барасыңдар ғой, білулерің керек деп ойлаған еді, бірақ 550-ге как раз ғана. 550-ге как раз ба? Жоқ, 1085 теңге тұрады екен бұл Ореоның бағасы. Мен жазып алдым өзіме. Дария Ореосын жеп жатыр. Күшті ма? Қалғаныңғы. Ал достар, біз келесіге кеттік. Дарханды Ореоны жеп алды. Бізде келесіден ондай свыш дейді ма? Не дейді? Ойыншық осындай. Ашып көріңдер, искеп көріңдер. Кәз кім бағасын дұрысырақ табады, соған бұл бұйыратын болады. Ну, смолда, мағында мынандай сквиш заттар дегендер қымбаттан. Бағасын айтып. Ал жазамыз енді. Ұстап көреміз, искеп көреміз, сезінеміз. И бағасын жазамыз. Попыт сквиш. Күшті, яғында ұстағанға күшті. Примерно мынандай, знаете. Ал, наңғыр. Ұстағанға күшті. Қарап отыр ғой. Ал жазамыз. Жазамыз ал 1, 2 кім табады екен? Кім табады екен? Кімнің бағасы жақынырақ болады екен? Кімнің бағасы жақынырақ болады екен? Кімнің бағасы жақынырақ болады екен? Дархан 550 теңге деп ойлайды, Дария 750 теңге деп ойлайды. Негізі, мұның бағасы қанша деп ойлайсыңдар? Мен бұны 1000 теңгеге алдым. 1000 теңге. Дарияның жолы болды, Дарияға жақынырақ. Не стоит. Не стоит па? Ал жарайды. Келесіне кеттік па? Сквиш дегендер. Дария жеп алсың, давай. Искеп көремін. Келесі бізде кореялық дүкеннен алынған пицца мармелад. Ой, суши мармелад. Бұның бағасын қанша деп ойлайсыңдар? Жейтін нәрсе, өте дәмді бұның бағасы. Ой, бағасы деп мұны дәмі. Ұстап көріңдер, искеп көріңдер. Қанша болады деп ойлайсыңдар?
Жазамыз. Не знаю, потому Жазамыз. Ну, Жазамыз. примерно. Примерно. Мындай. Жазамыз. Дархан Қандай? жаза ғой. Жазасың. Кім табады, кім жақынырақ түседі сол бағаға, соған осы затты беретін боламыз. О, ограждение. Я все равно. Жазып қойды Дархан уже. Кән көрсетеміз 1, 2, 3. Дарья 650 деп ойлайды. О! Дархан 310 деп ойлайды. Негізі бұның бағасы 250 теңге. Білдім 250 арзан екен. Дархан ұтты бұл жолы. Мынандай суши мармелад. Өткенде алдыңғы видеоларда осының бізде несі болды, е? Бургері болды, и тағы бір түрі болды ғой. Естеріңде ма? Я есімде. Бургер и бургерді мен жедім, адобо не жеді. Осындай күшті, этот суши мармелад дейді. Бұны 250 теңгеге алған болатын кореялық дүкеннен. Ал Дархан суши мармеладын жейін деп жатыр. Иә, береді қазір. Бөлсет. Ладно, біріншісін ал. Мына негіз бейті жейтін нәрсе ғой. Күшті ма? Дарьяны свышнап тұр маған. Даришка? Келесі бізде мынадай карточка. Футболистердің карточкасы. Аш көрейін? Көріңдер. Я знаю много чего. Көріңдер. Я жазып жатыр. Подожди. Снег. Да, көл. А что, футболист? Нет, просто. Мынандай карточкаларды алған болатынмын кеше. Еройым 24 па? Ал Дарья қанша деп ойлайсың? Бензема, Магнан, Мбаппе. Бәрін білесің, көрсет дұрыста, бәрін білесің ба? Бәрін білем ғой. Ал. Мбаппе. Бензема, Магнан, Мбаппе, Юндоган, Ван Дейк. Ван Дейк şimdi? Нам білмеймін. Неймар, Лукака, Макака и Гризман. Не, Дархан біреуін ғана өйтіп қалған бәрін біледі екен. Білейін, кімет? Білмеймін. Ал, бұның бағасы қанша деп ойлайсыңдар? 1, 2, 3 көрсетем. Дархан 250 деп жазды, Дарья 450 деп жазды. Дарья. Бұның бағасы негізі 300 теңге. Әне, мен жақын. Айттым ғой, Дарья, 250 тұру керек. 300 теңгеге алған болатынмын кеше. Ешін болмаған. Сакура шоптан. Күшті ма? Білген бұл? Ал. Мен бұны ровно 250. Қара, Дарханда біразда тұтты Дархан, е? Екінші. Мармелад тұтқан екен. Суши. Ал келесі сатқа кеттік па? Кеттік. Келесі сат бізде не болады? Я не понял, бірақ на мен не істейтін. Бізде не? Бұны мен жазда. Балмұздақ. Мен бұны жазда 19-20 1 миллион рет жегенмін. Ал, бұның бағасын кім табар екен? Білем мен. Негізінен қымбат. Ровно бағасын білем. Айта ғой, жаза. Жақтан алдыңыз ғой, е? Жоқ. Айта ғой, смолдан алдым. Ақырын. Смолдан алдым. Примерно. Түнмен көп тұран да екен бағасы. Жоқ, ол жазып қойып отыр. Көрмедім мен. Кетші. Ал. Білем мен бұл. Қанша? Дарья көрсет, Дархан көрсет. Дарья көрсет, қанша? Дарья 550 дейді, Дархан 350 дейді. Ал бұның бағасы негізі смолда 495 теңге тұрады. Кім жақын? Мен. Дарья жақын болды. Сен жатырмын. Сосын барлық жаңа қарап сушилерін көп кетті. Өткен мороженое Дарьядан бермейді. Вах. Дарьяшкада балмұздақ жеңіп алды. Дарья дұрыс тапты баға. Дұрыс тапқанда өзінің жалпы бағасына жақынырақ болған адам ұтып жатыр. Ал достар, келесі сәт бізде осындай стаканчик. Ішінде нәрселер шығады. Енді бұл таза қыздарға арналасқан. Қой аны, ұтпай қойшы. Дарханға керек ұтпай қойшы деймі? Тоқтай тұр. Жазым. Қанша алдыңыз? Сакура шоптан алдым. Онда примерно
Uyakta içinde var 2 braslet, 2 колокольчик бар. Сәннәк артында. Ал табыңдар бағасын. Кім табады екен? Мен табады екен? Біз жазған бәрі артында. Дархан 450 теңге дейді Дархан. Дария сен? 520 дейді. Өте арзан баға берді, бірақ бұл өте қымбат. Оны қымбат болғанда. Негізгі бағасы 2500 теңге тұрады. Мен жақынмын. Мауыма? Мама, не стоит? 2500 теңгеге мен кеш Сакурадан алдым бұны. Ал, не бар екен, не шығады екен. Бірақ ішінде айтты, не деп айтты, заколка деді ма? Резинка үшін қыздарға керек нәрсе ғой, короче. Мама оказывается, ұлдарға керек, қыздарға керек нәрсе алып отыр. Қандай фишка? Не бар екен, көрейік. Дарья. Ручка, е? Иә. Сосын? Блокнот, қағаздар мынандай. Статикер қағаздары. Уқтыш. Тағы? Өтекен, ана кішкентайдан біз алған пластилина бар емес па? Соны өзімен алып көрейінші. Алып көр. Отрывной қағаздар, ал жылтыралады. Жарайды, осындай қағаздар. Және наклейки. Стикер сияқты наклейкалар. Наклейки. Вау, дұрыстап көрсетші көрермендер, көр. Мынандай стакан ішінде осыншама зат шығып отыр ғой, қарасаңыздар, күшті, иә? Наклейки. Тағы да наклейки шықты. Дархан өзінің карточкасын отыр ғой. Пинцет. Пинцет. Иә, мына пинцет білесіз ма не үшін керек екенін? Мынау не, скотч ба? Жоқ, мынандай көп наклейкалармен. Мына пинцетпен мынандай наклейкалар бұзып алады. Анау не қолыңдағы? Мама? Жоқ, мынау. Мынау, короче, скотч сияқты да? Бірақ скотчтың үстінде неше түрлі наклейкалар прикреплены. Ух ты, керемет. Көп нәрсе шықты ғой ішінен. Ой, рахмет. Мына не? Мынандай. Брелок па? Мынаған жабыстыруға болады, е, наклейканы, иә? Көрдің. Сосын неге астына жатып. Көрсетсей бәрін. Мынау брелоктың нелері ғой. Мынандай жіптері ғой, мынау как бы. Иә? Мынаған жасайды ғой, мынаған іледі ғой, короче, мыналарды кіргізіп. Мынаған наклейка жабыстырасың, мынаған брелок қылып аласың, по-моему. Мына шетінен кіреді, по-моему. Арғы жіңішкелеу жағымен. Енді осы істеп отырайық. Давайте. Сосын мен бітемін. Мынау бір шарикті қосып жібермейсің ба? Қай жағына бітті. Ана жерін қосасын енді. Жоқ, төбе жағынан кіргізесің. Мінге Дария өзіне брелок жасап алды. Тағы не бар ішінде, болды ма? Иә, болды. Мен қараңыздар, бір стаканның ішінен қаншама нәрсе шықты. Мама, больше өте ұнады. Күшті, иә? Кстати, герлдан несі ғой, қара, наклейкаларды бүйтіп аласың. Басым жаққа тұрасың. Аққасы, алхамдулилля. Дархан уже аллергия появляется. Күшті, молодец. Дұрыс, енді кішкене болса да бағасын дұрыс таптың. Ал келесі сатқа көшеміз, ал кеттік. Достар, стаканды ашып біраз шуылдап қалдық. Күшті заттар шықты ішінен. Келесі бізде мынандай Я обязана выиграть. Милка шоколады, палочка менен. Ал, бұның бағасын қанша деп ойлайсыңдар? Мен бұны білесіз, қандай қымбат екен. Дария жоқ. Дария жоқ. Сіз бақыр. Дария 750 теңге дейді, Дархан 2050 теңге дейді. Бұның на самом деле бағасы 1105 теңге. 1105-ке қай цифра жақын? Менікі. 750 жақын. Мам, ода 3 цифрлық, менде 4 цифрлық. 1154 цифрлық, менде 4 цифрлық. Дарияда екеу жақын. Негізі Дархан сен қатты алыстап кеттің ғой, білесің ба? Онда бірге жасайық. 2000... Ал жарайды. Бұл жол еді, дружба дейді ғой, жаңағы достық жеңе сасыншы мақыл. Негізі Дарияның бағасы жақындау болды. Милка, күшті шоколад бұл шайменен. Маңғас кімге жіберіңіз, маған ба?
Никеға. Ешкімге жүрмейміз, ортаға алып қоямыз. Ойбай. Керемет, Милка. Супер Милка. Бұны бәрі жақсы көреді ғой Милка. Ал достар, бізде негізі Дария көп ұтып жатыр негізі. Не болды? Достар, менде барлығы көремін болып кетті ғой. Күшті батыр. Екі зат көремін. Күшті батыр Дарияда. Енді көп нәрсені Дария дұрыс болғанда жақынырақ тауып жатыр. Келесі бізде кішкентай ғана зат. Мынандай брелок. Қай тауымыз? Мен ба? Сакура шоптан алдым. Тогда қымбат. Сакура шоптан алдым. Аз көреміз бағасын. Дария 350 дейді, Дархан 250 дейді. Қалай деп ойлайсыңдар сендер? Мен 250. Негізі нақты бағасын тапқан бір адам бар, ол Дархан. Дария. 250 теңгеге алдым осы брелокты мен. Дархан насам керек бағаш керек. Жоқ, потом бересің қазір, в конце қазір нетеміз ғой, аха. Отқан заттарын жинай бер пока. Енді біз соңғы зат қалды. Мынандай. Екі зат бар екен, соңғы емес, алдыңғысы. Мынандай сластена. Ішінен машина шығады. Көрейік қандай машина екен. Ашып көре ғой. Дария бәрін ашып көрдің ғой? Дария бәрін ашып көріп отыр бірінші. Бұның бағасын Дархан жаза бер. Қанша деп ойлайсыңдар сендер? Шамамен. Мотоцикл шықты ішінен. Ойбой. Мынау енді примерно мынандай ғой. Мотоцикл шығып отыр ішінен. Так, Дархан, Дария 650 теңге деді, түзу көрсете ғой қызым. 650 теңге деді, Дархан 800 теңге деді. Ал бұл мен сластенаны негізі қанша қалдым деп ойлайсыздар? 650. 725 теңге қалдым. Демек кім жақын? Мен. Неге? Мен 650. Дарханның 800, 725. Мама, сізді қанша? 725 теңге қалдым. 725. Мен 75 теңгеге жақынмын. Дария сізде 650. Бұл қанша дедіңіз? 725. 75 теңгеге. А менде? Все, мәш. Дархан. Бір теңген санап тұрады ғой Дархан деген. Дархан жеңді. Мынаның шешінен де ойыншық шықты. Дархан жеңді бұл жерде. Дархан сластенасын жеп жатыр. Соңғы бір зат қалды. Өте кішкентай ғана зат. Кім дұрыс табады екен? Мынандай ше? Өзім жақта магазин алды. Турецкий. Жоқ, бұны магнумнан алғам. Мындай турецкий кішкентай вафельный дейма, трубочка дейма, не дейді андай осындай шоколад секілді. Ой, Дария. Так, мен бұны қаншаға алдым? Қанша? 235-ке алдым. Мен жақын ғой? Дархан жақын. Дархан 200 деді, Дария 250 деді. Кім жақын? Дархан жақын. Мам, қараңыз. Сана берейін ба? Сана ер. Мынау қанша деді? 235. 235. Мен 35 теңгеге жақынмын. Дария 250. 250 деді. 250. Азайтамыз 10, 240, 10, 25. Менде 35. Дариянға жақын. Даришка жақын екен. Математигім менің Жоқ, мен жеңдім. Одан кейін Дарияны жақын қылып жібердің ба? Ал достар, енді қорытындылайық, қандай нелер шыққан. Ау, не ол? Мынандай не шықты, мынандай. Не деп айтушы еді? Переливаться тұрды, қараңыздар. Жоқ, фишканы қараңыздар. Переливается, былай істесең дракон, былай істесең көбелек сияқты ма, не? Қараңыздар. Күшті, қара. О, мен көбелек, дракон. Көбелек дракон. Осы, міне. Күшті, осындайлар шығып жатыр. Деп көрейінші. Бізде Дархан, сен қанша тұттың? 4. Брелок. Дархан суши бармела тұтты. Карточки тұтты, 2, 3, 4-ші сластена. Дархан 4 сат тұтты. Ал, Дарушка, сенде? Куром стаканчик. Біреу. Трубочка. Сладости, 2. Үшеу. Мороженое. 4. Ория. И Милка маған. Милканы ешкім есептемеймін. Өйткені екеуі де жақын келді. Милканы ешкім есептемеймін. Сол кезде кім ұтып отыр бізде? Дарья. Сен не жинай қарамын?
Sen несіне қалап отырсың? Достар, сіздерге осындай біздің қызықты видеомыз ұнады деп ойлаймыз. Бағаларды енді дәл таппаса да шамалап тапты Дархан мен Дария. Жарайсыңдар деп айтамын. Дария, бір зат тура табылды, иә. Дархан тура тапты на берлогта. Ал, енді достарымызға видео бітеді. Біз видеомызға түсіп лайк басып, комментарий жазып келуді. Қоңырауын басып ұмытпаңыздар. Ал енді осымен біздің видео бітеді. Баршаңыз сау болыңыздар.